ОБД-да биологияны таңдайтын бүкіл оқушыларға сәлем. Менің есімім Малика, және де бұл менің YouTube каналым. Сендер де кроссинговер мен конъюгацияны әлі күнге дейін шатастырасыңдар ма? Түсінбейсіңдер ма не екенін? Егер де сендер соны түсінбейтін болсыңдар, мен Малика апай сендерге осы видео сабақты алып келдім. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз кроссинговер конъюгация, яғни мейоз сатылары болмақ. Өйткені дәл осы процесс, екі процесс, именно мейозда жүреді. Алдыңғы жолы мен YouTube каналымда митоз сатыларын шығарған болатынмын. Егер сендер ол тақырыпты көрмесіңдер, не советую бұл видеоны көруге, өйткені сендерге база керек. База фундаментті алу үшін, пожалуйста, барып митозды қарап келіңдер. Ал мен кеттім. Мейоз дегеніміз ол жыныс гаметаларын түзілу әдісі. Яғни гамета дегеніміз жасуша деген сөз. Жыныс жасушасы деген сөз. Жалпы бізде екі түрлі жыныс жасушасы бар. Ол аналық жұмыртқа жыныс жасушасы және де аталық сперматозоид. Яғни мейоз ол жеке именно осы жасушалардың бөлінуіне арналған процесс. Ал митоз қалған бүкіл жасушаларға шаш, көз, тырнақ, сүйек, қан, любой нәрсе митоз арқылы бөлінеді. Тек қана осы ерекше екі жасуша ғана мейозбен бөлінеді. Не себептен олай? Өйткені митоз кезінде, егер ереже естерінде болса, дәл хромосома саны қандай болды, сондай хромосома саны бойынша бізде бөлінеді екен. Ал мейоз кезінде бізде хромосомалардың саны 2 есе кемейді. Не себептен? Өйткені егер адамның мысалында алатын болсақ, жыныс жасушаларында ылғи да бізде 23 хромосомадан болады. И когда бізде екі гамета, яғни екі жыныс жасушасы бала пайда болайын деп жатқан кезде, қосылған кезде полноценный организмнің хромосомасын береді. Но представьте себе, егер де жыныс жасушалары митоз жолымен бөлінетін болса, яғни дене жасушасымен бөлінетін болса, 46 қосылған 92 какой-то 5 басты 3 аяқты мутант пайда болатын еді. Табиғат бізге қарағанда математиканың күшті біледі, сол себептен ол хромосомалардың санын мейозда кішірейтеді. Яғни мейоздың эволюциялық мағынасы дұрыс организмді түзу болып саналады. Сол себептен ол бізде хромосомалардың санын кішірейтеді. Получается, мейоздың ережесі: бір диплоидты хромосомалы жасушадан хромосома жиынтығы гаплоидты 4 жас жасуша түзіледі. Яғни хромосома саны 2 есе кемейді. Басында бір жасуша болды, хоп, ең сонда 4 жасуша. Бұл видео сабақ сендерге пайдалы болып жатыр деген үміттемін, өйткені бұл сабақ ProBio курсының қолдауымен түсірілген. ProBio дегеніміз 10 және 11 сыныпта биологияны таңдап, ұбт тапсыру арқылы Қазақстанның ең топовый медициналық және де педагогикалық университеттеріне грантқа түскісі келетін оқушыларға арналған. ProBio курсының 3 ерекшелігі бар. Бірінші, біздің өте қысқа түсінікті видео сабақтарымыз ыңғайлы платформада орналасқан. Екіншіден, мен оқушыларға аптасына 2 рет тікелей эфирде нұсқа талдау жүргіземін. Үшіншіден, біздің кураторлар әр оқушыға кері байланыс беріп, 24/7 байланыста болады. Бұның барлығы менің авторлық методикамен құрастырылған. В общем, біздің курста барлығы күшті. Егер де грантқа түскің келсе, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, WhatsApp-қа жаз, күтемін. Енді қараңдар, мейозды жақсылап түсіну үшін сендер диплоидты, гаплоидты, N-S деген түсініктерді жақсы білу керексіңдер. Өйткені бұл түсінік именно гаплоидты, диплоидты, 2N, 2S, 4S мен қазір айтып жатқан заттардың барлығы, бәлкім сендер бұны естідіңдер, тестте көрдіңдер. Именно мейозда көп кездеседі, немесе гаметогенезде. Гаметогенез дегеніміз ол жыныс жасушалардың пайда болуы, яғни мейоз. Енді қараңдар, базовый заттар түсіндіремін. Жалпы адамның денесінде хромосомалар болады, және де олардың 2 түрлі жиынтығы бар. Толық жиынтықта хромосома, мысал ретінде мен адамды айтып жатырмын. Шимпанзе, ит, үйрек, тышқан, олардың әрқайсының жеке өзінің хромосома жиынтығы бар. Және де 9 сыныптың кітабында генетика бойынша солардың кестесі берілген. Сол сандарды сендер жаттау керексіңдер. Мен қазір мысал ретінде оңай болсын осы YouTube-та деп сендерге тек қана адамның хромосома санын келтіріп жатырмын. И любой хромосома санын дәл осылай жүктеуге болады. Диплоидты, гаплоидты деп. Сонымен қараңдар, толық жиынтықтағы хромосома бізде диплоидты деп аталады. Оны біз 46 деп белгілейміз. Жартылай, яғни кем хромосома жиынтығы бізде гаплоидты деп аталады, біз оны 23 деп атаймыз. Естеріңде ме, когда бізде 2 жыныс жасушасы қосылады, 2, 23 пен 23, целый бір организм зигота, ұрық, яғни диплоидты жасуша пайда болады. Енді қараңдар, біз жалпы дара жиынтықта хромосоманы гаплоид деп атаймыз, және оны N деп белгілейміз. Ал диплоидтыны біз 2N деп белгілейміз. Получается, N плюс N бізде
2n болады. Өйткені n-дердің алдында көрінбейтін бір саны тұр деп ойлайсыңдар. 2n болады. Енді қараңдар, бұл бізде именно хромосомалардың санын көрсетеді. Именно хромосомалардың санын көрсетеді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Не себептен диплоидтыда хромосомалар бірдей түсте болып тұр? Өйткені бұл бізде гомологты хромосомалар деген сөз. Бізде мамамыздан келген хромосомалар бар, папамыздан келген хромосомалар бар. Папамыздың көзінің түсі бар, маманың көзінің түсі бар. Екі ген бір-біріне жақын өте құрамы бойынша. Сол себептен олар бірігіп тұрып 46 хромосома түсетін болады. Енді қараңдар, митозды көрген болсаңдар, бізде интерфаза сатысы болған. Интерфаза сатысы кезінде синтез болады. Синтез кезінде ДНК репликациясы болады. Яғни ДНК екі еселенеді. Хромосомалардың саны өзгермейді, но ДНК екі еселенеді. Егер де ДНК екі еселенген болса, біз оны 4S деп белгілейміз. Получается, 2N 4S дегеніміз 46 хромосома, но екі еселенген ДНК-мен деген сөз. Өйткені біз ол ДНК-ны бөлеміз. Но егер де біздің бөлінген жасушамыз ең соңында түзілсе, ол бізде 2N 2S болып түзіледі. Получается, хромосомалар дәл сол жиынтықтағы санымен, ДНК дәл сол жиынтықтағы санымен болады. X тәрізді хромосомалар бір-бірінен ажырамағандықтан, центромерамен біріккендіктен, біз оларды бір хромосома ретінде санаймыз. Сонымен балапандар, егер сендер митоз сатысын көрмесіңдер, бұл миозды түсінбейсіңдер. Так что митозды барып лучше көріп келіңдер. Хорошо, миоз жыныс жасушаларының бөліну процесі. Ол өте күрделі. Өйткені миоздың арқасында біз ата-бабамыздан, ата-анамыздан өзімізге қажетті қасиеттерді аламыз. Және де, егер именно миоз дұрыс жүрмей қалса, адамда мутациялар пайда болады. Яғни мутациялар, бізде тұқым қуалайтын мутациялар именно жыныс хромосомаларында, жыныс жасушаларында болады. Так что миоз тақырыбы кішкене күрделірек. Сонымен бірінші миоз бізде редукциялық бөліну деп аталады. Бұл кәдімгі митоз тәрізді, бірақ та любой фазаның алдында 1 деген сан болады. Яғни кәдімгі митоз тәрізді болса, не себептен біз оны өтіп жатырмыз, және де не себептен оған редукциялық бөліну деген атты қойдық. Өйткені бірінші миоз и именно бірінші профаза кезінде бізде конъюгация мен кроссинговер жеткен. Именно осы екі терминді көптеген оқушылар ұбт-да шатастырады, түсінбейді, жауап бере алмайды, балын аламайды, грантқа түсе алмайды деп айтпай қояйын, енді сендер қазір оның бәрін үйреніп алыңдар. Сонымен миоз 1, профаза 1 кезінде бізде конъюгация мен кроссинговер жүреді. Конъюгация дегеніміз не? Кроссинговер дегеніміз не? Пожалуйста, дәптертеріңізді алып, суреттерін салынып алыңыздар. Конъюгация бір-біріне бір-біріне жақындау және де өрлеу әдісі. Получается, қараңдар, міне біздегі хромосомалар. Хромосомалар экватордың бойына жинақталмастан бұрын, бір-бірінен ажырамастан бұрын, олар бір-біріне бетіп жақындайды екен. Жақында, потом өрледі екен. Міне мынау менде конъюгация деп аталады. Конъюгация. Именно мына процесс. Жақындау бір-біріне өрлеу әдісі. Яғни олар не үшін оны жасап жатыр? Чтобы мамадан берілген, пападан берілген жыныс хромосомасындағы гендер бір-бірімен алмасу үшін. Ал именно осы бөліктердің алмасуы бізде кроссинговер деп аталады. Міне, мынау бізде кроссинговер. Мен оны былай жазып қояйын. Кроссинговер кезінде гомологты хромосомалардың бөліктері алмасады. Мамамыздан келген, папамыздан келген гендер бір-бірімен алмасады. Одан кейін барып біз и мамамыздан, и папамыздың қасиеттерін ала аламыз. Мысалы, көзіміз мамаға ұқсауы мүмкін, мұрнымыз папаға ұқсауы мүмкін деген сияқты. Міне, дәл осылай миоз 1 редукциялық бөліну кезінде, профаза кезінде бізде конъюгация мен кроссинговер жүреді. Хромосомалар бір-бірінен алмасады, потом бүкіл митоздағыдай жүреді. Яғни метафаза, анафаза, телофаза кезінде жүреді. Осы жақта бізде түзіліп тұр жасушалар 2N, 2S. Яғни бір бастапқы жасушадан бізде 2 жасуша пайда болды. Но мынау диплоидтық жиынтық. Бұл диплоидтық жиынтық. Бұл жыныс жасушаларына тән зат емес. Өйткені бұл жақта әлі 46 хромосома и толық жиынтықтағы ДНК. Сол үшін бізде табиғат бойынша екінші миоз эквационды бөлініп жүреді. Бағана бізде пайда болған 2 жасушамыз, оларда екінші миоз кезінде дәл митоздағында бүкіл бөліну процестер жүреді. Бүкіл бөліну процесс жүреді. Яғни ядро қабығы ериді, ядро шойылады, кариоплазма мен цитоплазма араласады, метафаза пластинка түзіледі, ахроматин жіпшелер 2 полюске ажыратады. И бізде телофаза кезінде 2 жасуша бөлініп цитокинез пайда болады. Яғни қараңдар, бізде басында 1 жасуша болды, одан кейін барып бізде 2 жасуша түзілді миоз 1 кезінде. Потом әр қайсынан тағы да 2 жасуша миоз 2 кезінде түзілді. Шартты біз миозда орындадық. Бастапқы 1 жасушадан 4 жас
хромосома саны 2 есе кеміген жасушалар пайда болды. Сонымен балапандар, мейоз жайында бар білу керек нәрсе осы, что мейоз ол бізде жыныс жасушалардың дамуы, бастапқы бір жасушадан хромосома саны кеміген 4 жас жасуша пайда болады. Мейоз 1 редукциялық бөліну, мейоз 2 эквациондық бөліну, және де мейоз 1 профаза 1 кезінде хромосомалардың бір-біріне жақындауы, конъюгация, алмасуы Красин-Говер жүретіні. Сонымен балапандар, менің мейоз жайында кішігірім сабағым аяқталды. Сұрақтарым болса комментарийға жазыңдар. Ал егер де сендер ОБТ-ға, грант ұбытысына күштілеп дайындалғыларың келсе, мен сендерді пробио мектебіне шақырамын. Курс жайында мәлімет төмендегі сілтемелер арқылы. Всем пока!